Сәлем баршаңызға достар, сіздермен бүгін осындай дәмді, жұп-жұмсақ, балаларыңызға да қатты ұнайтын ерекше коржик дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Достар, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттарымыз: ең алдымен айранымызды ыдысымызға құйып аламыз, бір пиала. Қоюлығы 2-5 жеткілікті. Оның үстіне содамызды және де бір пиала қантымызды және де жарты пиала сұйық майымызды құйып алатын боламыз. Барлығында көз мөлшермен жасап жатырмын. Астына описание бөліміне құрамын жазып кететін боламын. Мінекей, үстіне ұнды дәл осылай қажетінше қолданыңыздар. Аздау болса тағы да салып жіберсеңіздер болады. Бірақ та жұмсақ қамыр илеп алыңыздар. Қатты болып кетсе, коржиктарыңыз қатты болып қалады. Қамырларыңыздың жұмсақ болғаны дұрыс. Жақсылап илеп алыңыздар. Ендігіде қажет артық ұнды қолданбай қойыңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алда сіздермен керемет дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей достар, дәл осылай қамырымыздың жан-жағын жинап, басын біріктіріп, қамырымыздың кішкене ғана бөлігін алып аламыз. Мен кішкене бөлігіне кішкене какао қосып араластыратын боламыз. Әсемдік үшін қолданамын. Қалған қамырымызды осылай пакетімізге салып, тұндыруға қойып қойыңыздар 20 минутқа. Мінекей, арасын осылай ашып, шамамен бір ас қасықтай какао ұнтағын салдым. Оның үстіне бір шай қасықтай сұйық май құйып жібердім. Барлығын жақсылап араластырып, қамырымды қоңыр түске осылай бояп алдым десек те болады. Мінекей, дәл осылай қоп-қоңыр болып шығады. Мінекей достар, қамырымыз қоп-қоңыр болып шықты. Енді осы қамырымызды да үлкен қамырымыздың қасына қосып 20 минутқа екеуін тұндырып қоямыз. Мінекей қыздар, қамырымыз тұнды, кішкене икемге келді. Енді осы қамырларымызды домалақтап, өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер де болады. Мен дәл осылай әсемдедім. Ортасынан кішкене ғана осылай қолыңыздың күшімен баса отырып, екінші қоңыр қамырымызды алып, тура ортасына орналастыратын боламыз. Мінекей, әдемі бір-біріне үйлесе кетті. Дәл осылай жасап шығамыз. Барлығында видеодағыдай. Достар, мұнда инстаграм парақшам бар. Менің инстаграм парақшама да тіркеліп, ол жақта да дәмді, жеңіл, жасалу жолы қарапайым рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Тіркеліп алсаңыздар болады. Мінекей достар, барлығында дәл осылай жасап аласыздар. 180 градуста 15 минутта піседі. Өте жұмсақ, дәмді коржиктарымыз дайын. Достар, каналға жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей, қараңыздар, балаларыңызға жасап берсеңіздер қатты ұнайды. Жасап көріңіздер. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.